Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздермен осындай керемет сметанник рецептімен бөлісемін. Ыдысқа ұн мен қопсытқышты еліктен өткіземіз. Оның үстіне қант саламыз. Ары қарай жұқа болып кесілген сармайды саламыз. Содан соң қолымызбен араластырып, үгітіп, песочный тесто жасаймыз. Орысша айтқанда крошки болу керек. Достар, менің видеоларым сіздерге ұнаса, менің парақшама тіркеліп кетуді сұраймын. Және де қоңырау белгісін басып кетіңіздер, алдағы уақытта менің видеоларымды жіберіп алмау үшін. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Тестомызға бір жұмыртқа саламыз. Оны жақсылап қолмен араластырамыз. Одан соң дайын қамырымызды тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Енді форманы дайындаймыз. Менде осындай ыдыс, диаметрі 24 см. Қамырымызды екіге бөлеміз, бір бөлігін осылай астына формасын келтіреміз. Одан соң екінші бөлігінен жандарын жасаймыз, яғни бортиктерін. Қамырымыз түзу және әдемі болып шықсын десеңіз, стақанмен басып шығуымызға болады. Осындай әдемі форма дайын болды. Енді үстіне қоспасын дайындаймыз. 20% қаймаққа сикер қосамыз, жұмыртқа және ванилин қосамыз. Салмасын осылай ақырындап араластырамыз. Тек венчикпен немесе шанышқымен араластырған жөн. Көп араластырмаймыз, тек сұйықтық біріккенше араластырамыз. Енді осы салманы қамырымыздың үстіне ақырындап құямыз. Пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып қойдым. Қызып тұрған пеште 35-40 минуттай пісіреміз. Осындай керемет жұп-жұмсақ тәп-тәтті пирогымыз дайын болды. Чизкейк деп айтсақ та болады. Пирогты формасынан толықтай суығаннан кейін шығару қажет. Осындай керемет тортты жақындарыңызға міндетті түрде дайындап көріңіздер. Қарағандарыңызға көп рахмет. Тіркеліп кетіңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.